Оразаның сауаптарын айта кетсеңіз, Құран хадистерден келтірілген қандай сауаптар бар? Енді Құраннан айтатын болсақ, Құранда Алла Тағала шахру Рамадан, унзила фихил Құран, Рамазан айы, сондай Құран түскен ай, туралыққа жетелейтін ай деп Алла Тағала айтып келе жатып, мына бір аятта айтады. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Егер сенен құлдарым мен жайында сұрайтын болса, яғни Алла жайында сұрайтын болса деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Айт оларға дейді. Білсін олар не? Фа инни қариб. Мен оларға жақынмын. Уджибу даъвата да'i. Қандай да бір адам дұға жасап менен сұрайтын болса, мен оған міндетті түрде жауап беремін дейді. Бұл Рамазан аяттары келе жатыр. Фалиястаджибу ли вал юъмину би. Менің әмір еткен нәрселеріме бойынсынсын және де маған иман келтірсін дейді. Бәлки олар тура жол табар дейді. Яғни Құдай Тағала сіздің жүрегіңіздің түбінде жатқан қандай да бір дұға, тілек, арман, ниет, мұрат, мақсаттарыңыз болса, соған жетелейтін, соны беріп қояды, былайша айтқан кезде. Түсіндіре алдым ба? Яғни Рамазанның сондай бір қасиеті бар. Екіншіден хадистерден айтатын болса, хадистерде енді көп. Пайғамбарымыз салсам Рамазан жайында айтады. Рамазанның қандай да бір адам Рамазанды шынайы бір иманмен ұстайтын болса, жаңағындай бір сылтауларды айтпай, неге ұйқысырап отырсын десе, ораза едім деп. Оразаға не қатысы бар? Түнде ұйықта. Ешкім ұйықтама деп отқан жоқ. Оразаның шарттарында бар ма түнде ұйықтама деген? Жоқ. Қандай да бір адам Құдайға деген бір иманмен, өз сондай бір Құдайдан бір сауабын үміт етіп ұстайтын болса дейді. Сауабын үміт еткен адам жаңағындай сылтауратпайды, ораза едім деп. Ол адамның күнәсі кешіріледі дейді. Бухариде, Муслимде келген хадистерде. Сол секілді пайғамбарымыз салсам тағы бір хадис шарифінде келеді. Жаңағы менің құлымның қандай да бір амалы болатын болса, бұлардың баршасы өз үшін дейді. Сіз намаз оқып жүрсіз ба? Өзіңіз үшін. Қажылық өзіңіз үшін. Зекет ол өзіңіз үшін. Ал ораза ол мен үшін дейді Аллах Тағала. Оның сауабын мен өзім беремін дейді. Бір сондай бір амал бар, періштелер оның сауабын санын білмейді, жазайын десе. Сіз намаз оқыдыңыз ба? Намазыңыздың қанша дәрежеде, қандай деңгейде оқығаныңыздың баршасын сауабын қазір жазып қояды періштелер. Зекет берсеңіз де, қажылық жасасаңыз да, бірақ оразаға келген кезде періштелер тоқтайды. Бұны Алла өзі береді. Өйткені ол не? Таң атқаннан күн батқанға дейін харам былай тұрсын, халал нәрселерден, адал дүниелерден тосылып тыйылып жатыр кім үшін? Құдай Тағала үшін. Оның сауабын Алла Тағала береді.